Баршаларыңызға сәлем. Бүгін сіздермен медовик тортын жасап үйренеміз. Таза ыдысымызға 3 жұмыртқамызды жарып аламыз, үстінен қант қосып, жақсылап араластырамыз. Кейін үстінен сары май қосамыз, оны да жақсылап араластырамыз. Артынша табиғи балымызды қосамыз. Мен 2 ас қасық табиғи бал қостым. Оны да жақсылап араластырамыз. Осылай жақсылап араластырып, кез келген ыдысымызды аламыз. Кастрюль немесе қазан. Массамызды сонда құямыз да, жылы пешке жақсылап ерітіп аламыз. Еріп болғаннан кейін үстіне 2 шай қасық ас содасын қосамыз. Соданы қосқаннан кейін ақ көпіршік пайда болады, және ол 2 есе ұлғаяды. Араластырып, оны да таза ыдысымызға құйып аламыз да, жеке қойып суытып аламыз. Оған дейін крем жасауға көшеміз. Мен қайнатпалы крем жасадым. Ол үшін 2 жұмыртқаны аламыз, үстіне қант қосамыз, жақсылап араластырамыз. Артынша мен картоп крахмалын қостым. Сіз онымен алмастыра аласыз. Оны да жақсылап араластырамыз, және жаңағы отқа 500 мл сүтті жылытамыз. Сүт жылынғаннан кейін осы массаның үстіне құямыз, жартысын тез-тез араластырамыз. Ыдысымызды қайтадан пешке қойып, үстінен жаңағы массаны біртіндеп қосып отырамыз. Енді кремімізді жасауға көшеміз. Тез-тез араластырып, осылай қою болғанға дейін күтеміз. Содан кейін сары майымызды қосамыз. Және де кремге жақсы нәрлі дәм беру үшін ванилин қосамыз. Бұл өз қалауларыңызша. Барлығын жақсылап араластырамыз да, оны да жеке таза бір ыдысқа құйып, бетін пищевой салфеткамен жауып, пленкамен жақсылап суытып аламыз. Енді қамырымызды илейміз. Мен 4 стақан ұнды електен өткізіп, осылай бірінші қасықпен араластырып алдым. Одан кейін артынша қолыммен осылай жабыспайтын қамыр илеп шығардым. Кейін оны 10 бөлікке бөлдім да, оқтаумен жайып шықтым, және вилкамен осылай тесіп шықтым. 180 градуста қызарғанға дейін 5 минутта пісіріп шықтым. Осылай 10 қоржын дайын болды. Әркімнің пеші әрқалай, сол себептен өз пештеріңізге қарай ыңғайланыңыздар. Енді тортымызды жинаймыз. Мен 2 ас қасық крем қосып отырдым. Осылай кремімізді жинап, тортымызды жинап, жақсылап түзеп аламыз да. Корждың жан-жағында қалған қалдық корждарды блендермен үгітіп, осылай үстінен сеуіп шығамыз. Менде блендер жоқ, сол себептен мен оқтаумен үгітіп шықтым. Осындай міне торт жасадық. Енді бұны 5 сағатқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Өте нәзік, өте жұмсақ торт жасалды. Енді қазір ортасын кесіп көрсетемін. Отбасыларыңызға ұнайды деген сенімдемін. Жасап көруге кеңес беремін. Менің каналыма жазылыңыздар, лайк басыңыздар. Аман сау болыңыздар. Рахмет.